Ерекше дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығатын тирамису тортын дайындаймыз. Ол үшін тәтті емес қылып кофе дайындап, оны суытып аламыз. Кремін жасаудан бастаймыз. Ол үшін мұздай холодильниктен шыққан 30-35% сливкиімізді кеңірек ыдысымызға құямыз және де миксердің орташа жылдамдығымен 2 минуттай миксерлейміз. Сонан соң қант ұнтағын салып, миксерлейміз. Сонан соң осындай маскарпоне сырымызды қосып, араластырып, өз-өзін ұстап тұратын қою крем шыққанша миксерлейтін боламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Осындай өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Өзімізге ыңғайлы болу үшін кондитерлік қалташаға құйып аламыз. Және де осындай бізге форма қажет болады. Және де савоярди печеньесі. Савоярди печеньесін қолдан жасасаңыздар болады, не болмаса мен сияқты дайынын алып істесеңіздер уақытты үнемдейсіздер. Ең алдымен печеньелеріміз шетіне қойған кезде олар құлап кетпес үшін осылай кремді дөңгелетіп құйып шығамыз. Және де оның үстіне печеньемізді осылай қойып шығатын боламыз. Соғған кофемізге савоярди печеньемізді батырып, тортымызды қалайтын боламыз. Печеньені ұзақ уақыт кофеде ұстауға болмайды, себебі печеньеміз еріп алынбай қалуы мүмкін. Печеньеміздің үстіне кремді құямыз және де біртегіс етіп жайып шығамыз. Келесі кезекте печеньемізді кофеге малып, қаз-қатар тізіп шығамыз. Қалған кремімізді құйып, қасықпен біртегіс етіп жағып шығамыз. Бетінен тәтті емес какаомызды ситадан осылай өткізе отырып себеміз және де холодильникке кем дегенде 6-7 сағатқа салқындатуға салып қоямыз. Жақсылап салқындатылған тортымыздың шетіндегі кольцосын абайлап алып тастаймыз. Және де тортымызды бөлек ыдысқа қоямыз. Тортымыз дайын болды, өте нәзік болып шығады. Жасап көруге кеңес берем.